Енді келесі қадамда біз мозаика құрастырылғаннан кейін өзіміздің стандартты кесу операциясын орындаймыз. Ол үшін ArcToolbos'қа кіріп, Data Management Tools, Raster Processing, Clip құралының көмегіне жүгінеміз. Clip құралының көмегіне жүгініп, Түркістан Land Use and Cover, Түркістанская областы басамыз. Мына жақта Use Input Features for Clipping Geometry. Екіншісі, Түркістан Land Use and Cover'да біз жаңа ат беруіміз керек, мысалы. Настройка GIS приложений, вектор, растырға кіреміз. Land Use and Cover'ның ішінде, мысалы, сіздер тағы бір папка ашып, LULS, Years деп. Енді Түркістан Land Use and Cover'ды басып, ол бізде 2020 жыл, сол бойынша 2020 клип деп ат береміз да, кесу операциясын бастаймыз. Егер клип операциясында менікінде сіздерде де клип қате орындалатын болса, яғни қателіктерге толы болатын болса, клипті қайтадан басып, біз оны басқа жаққа сақтауымыз керек. Түркістан біріншісін копировать етіп, клипқа дейін копировать етіп, users-ті, яғни директорияны ашып, мына жақта go to default geodatabase-ға кіреміз да, осы жаққа өзіміздің растрымызды қайтадан пересохранить етуіміз қажет. Кесу операциясы сәтті аяқталды. Кесу операциясы аяқталғаннан кейін біз бірінші растрды ашып көретін болсақ, бұл жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жеке-жеке класс бар екендігін көре аламыз. Яғни бізде әр классын өзіндік мәні. Бірінші класс су, мысалы, екінші класс бізде ормандар, көріп отырғандарыңыздай ормандар, ағаштар, осылардың барлығы. Үшінші класс бізде пустой кетеді, төртінші батпақтар, бесінші егіншілік алқаптары, алтыншы пустой, жетінші бізде қалалар, елді мекендер және құрылыс алаңдары. Бұл 8 дегеніміз көріп отырғандарыңыздай сортаңдар, 9 мұздықтар, 10 дегеніміз бағанағы мұздықтардың жанындағы аймақтар деп айтамыз, және 11 бос алаңдарды жеке-жеке көрсетсек болады. Яғни осыны біз жеке-жеке класстарға бөліп қарастыруымыз қажет. Ол үшін рекласс құралының көмегіне жүгінеміз. Рекласс құралының көмегіне жүгінбестен бұрын біз осы растрымызды жеке-жеке класстарға қалай бөліп көрсетуге болады, соны қарастырайық. Properties'қа кіреміз. Properties'қа кіргеннен кейін Classified, яғни осы жақта біз осыны 32-ге апарып көреміз де, қанша максимальный класс бар екенін анықтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс бар екендігін анықтадық. Енді осыған жеке-жеке түстер беру арқылы біз әр класстың өзіндік реттік нөмірін анықтай аламыз. Енді осыларды жеке-жеке классқа бөлгеннен кейін көріп отырғандарыңыздай әр класс өзіндік мәнге ие болады. Осыларды рекласс бойынша біз бөліп, жеке-жеке класстарға бөліп анықтаймыз. Яғни бұл жақта үздіксіз емес, белгілі бір жинақталған объекттер ретінде көрініс табады. Енді Special Analysis Tools'қа кіріп, реклассты басамыз. Реклассты басқаннан кейін Reclassify'ға кіреміз. Reclassify'ға біздің Түркістан Land Use and Cover 2020 клипті input raster ретінде қолданамыз. Енді көріп отырғандарыңыздай біздің класстар жеке-жеке бағанаға бөліп қарастырылды. Яғни біз осы жақта Classify құралына кіреміз де, максимальный класстарға қойып көреміз. Яғни 32 класс емес, бізде сәйкесінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 классқа бөлінгендігін тағы да анықтаймыз да. Окейді басамыз. 1-ден 2-ге дейін, 2-ден 5-ге дейін, яғни осылардың әрбірін жеке-жеке бөліп қарастыратын боламыз. Яғни әрбір класстың өзіндік атауы бар, соларды біз анықтап қарастыруымыз қажет. Output raster'ды осылай қалдыра беріңіздер. Окейді басамыз да, Reclassify құралының көмегіне жүгінеміз. Reclassify процесі сәтті аяқталды. Енді әрбір классқа біз өзіндік атау береміз.
яғни екінші класс, үшінші класс, осылардың барлығына жеке жеке атаулар беруіміз керек. Ол үшін әрбір нысанға барып, ол қандай объект екенін анықтаймыз. Яғни бір деп көріп отырғандарыңызда ол су нысандары, яғни екінші класс бізде су нысандары. Яғни соның бәрін жазамыз. Екінші класс су нысандары, яғни оның түсінде сәйкесінше бөлікке бөліп қарастырамыз. Қарастырды, иә. Түстерді анық бір бірінен ажырату үшін сіздер нейтральный түстер берсеңіздер болады басында. Екінші класс анықталды. Үшінші класс не екенін көруіміз қажет. Ол үшін үшінші класс таралған аймақтарды жақындатып, оларды табамыз. Батпақтар екенді көрініп тұр. Үшінші класс бізде батпақтар. Батпақтарға жасыл түспен дейді бастық. Төртінші бізде көріп отырғандарыңыздай бұл төртінші класс бізде ол егіншілік алқаптар. Ауыл шаруашылығы алқап. Ауыл шаруашылығы алқаптарын біз қызғылт түспен. Өте жақсы. Бесінші бізде көріп отырғандарыңыздай бұл жақындатайық. Осылайша біз әрбір нысанға, әрбір классқа жеке-жеке аттарын беріп, яғни жер жамылғысында жер бетінде қандай объекттер екендігін анықтаймыз.